Ал бисмилла жігіттер, біз жаңадан FK Mobile 26-тан жаңа аккаунт ашып, өзіміздің лигаға кіріп, не түсетінін көрейін деп жатырмыз. Міне Локотели түсті, 84-ші уровендегі. Бірақ командаға жарайды деп ойламаймын. Енді қазір біз мына жерде состав обновить етеміз. Ол үшін многодушно дейтінге кіреміз. Екінші туған күнді ойлап отыр, FK Mobile соған кіріп, эмблема командаға басып 105 ойыншыны алатын боламыз. Командамыздың обояарын көтеру үшін. Негізі менде жаңағыдай өзімнің бұрын ойнап келе жатқан аккаунтым бар. Бұл жай ғана контент болу үшін, қызықты болу үшін. Мүмкін бұл жаққа да түсіп кетіп, алдағы уақытта осы аккаунтпен де ойнап қалам деген ойда ашылған аккаунт. Егер де осы бағыт ұнап жатса, алдағы уақыттарда бұйырса осыны жалғастыра береміз. Жаңа аккаунт ашып немесе алмаз жинап пагашу дейтін қазір дым емес, өздерің білесіңдер. 5000 алмаздан күнделікті беріп отырады. Андай события орындап отырсаңдар. Сондықтан, егер сендерге ұнап жатса, комментарийге осы видеоның астына жазып кетеміз бұйырса. Ал кеттік учетный записьқа тіркегеніміз үшін. Сосын мұнда жаңағыдай тағы да тіркегеніміз үшін. Сосын мұнда лигаға кіргеніміз үшін алмаз беріп бастайды. Енді қызық басталайын тұр бұйырса. Біз 99-ға апарып қойдық. 2000 алмаз. 100-ге апарғаны беретін. Оны қазір игрокқа ашып алатын боламыз бұйырса. Менің ойлап тұрғаным, қазір ашам да ойлап тұрғаным 3000 пага. Бірінші лиганың пага бұйырса. Лигадан не түсетінін көреміз. Қатты үміттеніп тұрған жоқпын. 105 түсет шығар, 106 түсет шығар деп ойлап тұрмын. Әр кетсе 107. Одан кейін 3000-нің пактарын ашып көргім келіп тұр. 3000-нан біреу. Сосын 7,5-ға ашқым келіп тұр. Ол жақтан білесіңдер. 108 плюс әдемі істеп қойған. Соны ашып көреміз бұйырса. Кеттік ал. Так, бастаймыз ал. Лигадан наградаға кіреміз. Получить все. Көрейік не түсетін. Мүмкін 113-112 түсіп кетуі де мүмкін, бірақ көреген бисмилля. 100 неше екен? 105, иә. Кім? Рафа Марин дейтін бізде Вильярреалдың Испания Ла Лигасының дейтін команданың қорғаушысы. Статистикасы жаман емес, скорс аздау енді, өтірік емес. Бірақ бойы ұзын екен. Бізге бұл бұрыштамаларда жақсы көмектеседі. Так, енді келесі кезек бізде пактарды ашайық. 3000-нан енді бірдеңе түседі деп ойлап тұрмын енді бұйырса. Кеттік, бисмилля. 3000-ға бір ашып, қалса 7,5-ға бір ашып, одан қалса 200-ден ашып тастайтын шығармыз мүмкін. Болмаса 2,5. Ай-бой. Распадори, Атлетико Мадридтің ойыншысы италиялық. 25-тегі 5-5, жаман емес, скорс бар. Қатты емес, бірақ скорс бар, удар бар, пас онша емес екен. Бірақ дриблинг бар екен, жаман емес. Мүмкін составқа қоюымыз мүмкін. Сендер айтып кетіңдер ойларыңды. Осы событие не ұнап жатса, оны жазып кетіңдер событие. Міне жаңа айтылған 108 сатылмайтын, бірақ 112 түсіп кетеді деп ойлап отырмын. 113 түсіп кетсе тем более. Кеттік ал. Бисмилля. Кім? Нидерланды. Элба. Наполи. 109-108 ғой, 110 емес қой, 108 ланг екен. Негізі составта қалуға болатын сияқты меніңше. Әдемі келе жатыр. Енді 2500-ге ашып көрейік. Қалай ойлайсың, сол дұрыс қой да, 2500 қайда. Соған ашып көрейік, түспесе болған жері осы болып тұр енді. Сендерге ұнап жатса айтып кетеміз, ема? Бұйырса жалғастырамыз ұнап жатса. Өкінішке орай деп айтпай қойын. Фурухаши, жапониялық Бирмингем дейтін чемпионшип болмаса бірінші лигада ойнайтын команда. Чемпионшип сияқты қателеспесем. Скорс 129 емес, аяқ 5-5 жаман емес. Жалпы аяқ 5-5 түсіп жатыр, былай ұнап тұр маған мына составта. Мына составпен чемпион бола алам ба? Сендерге сұрақ. Міне қазір көрсетем полный состав. Мында бас дейді. Мына іште қоятын ғой. Мында қоятын нөттер бар, білесіңдер ғой да, жаңадан шығып жатқан осындайларды. Әлі толық түсіне қойған жоқпын. Негенше, бірінші менің ойымша, бірақ андай не сияқты бұрын ғой.
усилитель навык дейтін болды. 2022-23-те ойнағандар болса түсінеді деп ойлаймын. Сондай сияқты командаға көтеретін. Так, біз бұл жерде схема ауыстырамыз алдағы уақытта. Өйткені бізде 2 нападающий, сосын элбо бар. 2 нападающий, 2 де дейін, бірақ енді Фурухуши дейтін Раульді бүткіл жан алып тұр, пастан бөлек. Осыны қоя тұрамыз уақытша. Сосын Распадориді қоямыз цапқа. Тағы да 2000 жарым алмаз берді. Рафа Маринді мұнда қоямыз, 102 состав. Так, Баркаляны неге қоямыз? Қосалық құрамға, Рауль екен. Бізде 1 миллиардтың составы бар, 1 миллиард 300 миллионның жаман емес сияқты. Сыпылар Фирло мен Хаби тұр, ортада Распадори. Оң жақта золотой доптың, алтын доптың иегері Дембеле. Бұлай состав жаман емес, бірақ вратар пызы ялзы керек деп ойлаймын. Сосын Дембелені де ауыстыра шығарымыз өткені. Бұл Дембеле бізге қатты керек болмайды ау. Венгерде көреміз енді қазір. Сосын Ланг дамытамыз деп ойлап отырық. Мұнан да тағы ашып көрейік. 2000 жарым алмазға түсіп кететін болар деп ойлап тұрмын берсе. Көреген бұйырған. 1, 2, 3, 5, кеттік ал. Түспеді. Тағы да шабуылдаушы. Бұл жолы 105. Консало, Гедеш 20 миллионның адам түсті. Тағы да айта кететіндей жақсы нәрсе. Скорсы бар. Бойы жақсы, бұды 79. Бойы тамаша, бірақ обороны керек емес, қорғаныс. Бәрі жақсы мен ойымша. Аяқ 5-ке 4 демезендір, әдемі. Жаңа күшті әдірет статистика, кілең 5-те 5-тер түсіп. Сала Дембеле 5-те 5. Распадори, Ланг. Осына Фурухаши ма? Фурухаши сияқты, Ланг емес. Фурухаши сияқты аяқ 5-те 5. Сатасып кеткен сияқты. Аяқ 4-ке 5-ке жақсы. Ұнап атса жігіттер айта кетесіңдер ойларында. Бүгін осындай болды видео. Менің осылай YouTube каналыма тіркеліп кетсеңдер өте қуанышты боламын. Алдағы уақытта қандай тақырыпта видео түсірейік, оны да айта кетіңдер. Сендердің ойларыңды оқып, комментарийге жауап жазып, бұйырса барлығын қарайтын боламыз. Жақсы жігіттер, онда назарларыңа рахмет. Барлық көрермендерге алғысым шексіз. Сау болыңдар.